алыстан ат тербетіп келіп, ғаламтор әлемде сөздерімізді оқып, шеттелістегі атамекен дегенде құржыр атамекен болмайды ғой, сіздердің жақсы жалынды үндеріңізбен әрқашан жалындап шаттанып сөйтіп жүруші еді. Міне өздеріңізді көріп, мен тіпті еліме қайтқым келмейді. Біреуіз шатып жүргендер қазақ болғанда сай жер тұрғанда сыймай кеткен тағдырға амал не? Әдей кеткеніміз жоқ шығар. Атамен әлі торыстың сайқал саясаты. Оқтапты айтам өмір бақтай. Кезектер басында ғана кезек. Енді айтамын, рахмет, кешіріңдер, толықтың не айтсаңдар бәрін кешіріңдер. Енді Моңғолиядан көшіп келіп, осында журналистік әлемінде өзінің қолтаңбасын қалдырған. Сонымен бірге Мінбер журналистер орталығын құрып, осында отырған қаншама блогшылар сол журнал Мінбер мектебінен шығып, блог бастап өздеріңіздің кереметтерімен нелеріңізді интернет әлемінде көрсетіп жатсыздар. Осы бір керемет қарагөз қызымызды Моңғолия мәдениет министрлігінің озат қызметкері сыйлығын ұсыныңыз деп жаңағы тек қана үлкен бір министрліктің емес, әкімнің емес, қарапайым блогшылардан өтініш айтқан едік. Осы өтініш қабыл болып, патшамыз қолдап, Есенгі Тақ қызына Моңғолия мәдениет озат қызметкері сыйлығы ұсынған. Күнәлігі көшіп келгісі шетелде болса да қазақ әлемде ұлттық құндылықтарды насихаттап жүрген Есенбек сияқты апаларымыз бен ағаларымыз көбейе берсін. Сыйлығымыз құтты болсын. Кәпір сыйлық болса да кеудемізге тақпай тұрады. Ал биігімізге қарларымыз. Құрмет сізге. Жетіріңдер. Сонымен бірге Баян-өлгей аймағы кешіріңдер. Қайда ойланып таппай жатсыңыз. Баян-өлгей аймағы қазақ халқының салт дәстүрін мықты сақтаған, шетелде жүрсе де, біреудің елінде жүрсе де, жаңа ұлттық әлемнен енді шамасынша жақсы. Сондықтан олар 70 жылдық торқалы тойын тойлату тек қана сонда қазақ емес, бар қазақтың мәртебесі деп білемін. Сондықтан ешбір партиялық көзқарас жоқ, ешбір саяси мән жоқ. Тек қана ұлттық рух ретінде Баян-өлгей аймағының 70 жылдық торқалы тойлатып өтсе соған арналған медалды жаңағы атамекенде отырып біз осындай рухани әлемде Қазақстанға байланыс жасауға мүмкіндік туғызып берген Асхат Еркінбайға тапсырғым келеді. Сонымен бірге осы 70 жылдық медалды жаңағы қазақ елінің жаңағы мұң-мұқтажын айтамын деп осыдан шыға алмай тойға бара алмай қалған Есенгүл ағаға да тапсырғым келеді әкетеме. Ал тоғыл жықлаппен қарсамыз. Рахмет, ниетіңізге алла разы болсын. Біз енді қазір